Жықбаев Ерзаян Әбдіхамитұлын еске алу. Табиғаты тамылжыған Марқакөлдің маңында, Әбдіхамит шаңырағында, қарапайым ауылда дүниеге келген еді Ерзаяндай ер бала 36 көктемінде, наурыз айы шағында. Отбасының тұңғыш еді, 7 бала ішінде ешбір жаннан кем қылмаған, ақылында, күшінде, аштық, соғыс жылдарымен өскен бала тұспа-тұс армандауды тоқтатпаған өңі түгел түсінде. Жаңа ауылдың 10 жылдығын ойдағыдай тәмамдап, көзінде от, кеудесінде жастық жалын алаулап, Қара теңіз флотында 4 жыл бойы қызмет қып, отан алды, ақтап келді азаматтық аманат. Семейдегі мал дәрігер институтын бітіріп, туған жерге құрақ ұшып, алға қарай ұмтылып, Марқакөлдің қалжырынан еңбек жолын бастаған көз көргендер дейді әлі де. Әкең еді, жақсы адам. Өз ісінің хас шебері, маманы боп майталман, жастайынан еңбегімен көзге түсіп байқалған. Партияның нұсқаушысы қызметін атқарып, бас зоотехник болды, Қарой совхозына аттанып. Харьковтан да білім алып, елге қызмет жолында, заңгер маман боп оралған, дипломы қолында. Бас зоотехник директордың болды орынбасары Большенарым ауданының Хайрузовка ауылында. 90-шы тоқыраудың жылдарында өткеріп, бұл өмірдің ыстығымен суығында көп көріп, туған елге жасап адал абыройлы міндетті, зейнеткерлік жасқа жетті, демалысқа құрметті. Анашымыз Гүлжай менен қалмай елдің көшінен, тәрбиелі, білімді ғып 4 баланы өсірген. Дауылдардан қорған болған, қормал болған әкесін, ұрпақтары еш қашанда шығармайды есінен. Немеремен шөбереге ардақтата атанып, көрген емес, туыстардың біреуінде қапағып, ел ішінде абыроймен ие болды беделге, кішілердің алғысымен, үлкендерден бата алып. Адалдықтың ақ жолынан таймай жалған өмірде, маңайыңа сыйлы болдың, дақ түсірмей көңілге, жұмыр басты пенделерде жұмылмайтын көз бар ма? Бәрі дөтер, бәрі кетер, қимасақты өлімге. Жазуына бір Алланың шара бар ма жалғанда, бұл өмірде өлмей тұғын мәңгі жасар жан бар ма? Ұрпағымен мың жасайды деген адам баласы, солар жетсін сіз жетпеген арман менен заңғарға. Әкетайым, әзбейнеңіз жадымызда жүреді. Әділетті, жан едіңіз елдеп соққан жүрегі, әз рухыңыз орын алсын жұмақтың төрінен. Әмин деген жамағаттың қабыл болып тілегі.